2020 жылдың тамыз айына арналған жұлдыз жорамалы. Тоқты. Айдың басы тоқтылар үшін сәтті болады және өзін мақтан тұтуға көптеген себептер пайда болады. Алдыңғы кезеңдегі сияқты іс-шаралар өз идеялары мен жоспарларын жүзеге асыруға бағытталған. Бастысы үй және отбасылық істерге зиян келтіретін ойын-сауыққа деген құштарлықты тудыратын шамадан тыс эгоцентризм мен нарциссизмге айналмау. Тамыздың екінші жартысы ұйымдастырушылық және қызметтік істерге қолайлы. Торпақ. Айдың бірінші жартысында бос әңгімелер, үй ішінде келеңсіз жағдайлар, тұрмыстық заттарды, құжаттарды жоғалту, жұмыс істегісі келмеу, өзін өзі күтпеу, белсенділіктің төмендеуі сияқты жағымсыз жайттар болуы мүмкін. Сонымен қатар, достар арасында немесе сапарда романтикалық кездесу туындауы мүмкін. Бірақ тамыздың 20-сынан бастап торпақтар үшін сәтті кезең басталады. Оптимизм мен өзінің шынайы мақсаттары мен қажеттіліктерін түсіну басталады. Егіздер. Осы айда егіздердің денсаулығына назар аудару керек. Өйткені осы кезеңдегі көңіл-күй әл-ауқатқа байланысты өзгереді. Алайда бұл бизнесті жылжытуға, сауда-саттық жасауға және пайда табуға әсер етпейді. Сондай-ақ оқуға, кәсіби деңгейін арттыруға қажеттілігін артады. Көптеген жаңа таныстықтар болады. Айдың 20-сынан бастап әурешілдік және көп жұмыс болуы мүмкін. Шаян. Осы айда шаяндардың тартымдылығы артады. Олардың сүйкімділігі басқалардың назарын аударады және тамыз айында бұл жұлдызнама белгісі көп нәрсеге қол жеткізе алады. Ең өршіл мақсаттарды жүзеге асыра алады. Айдың 20-сына дейінгі уақыт табыс табуға, коллекция жинауға және сауда-саттық жасауға қолайлы кезең. Сондай-ақ басқа адамдарды өз идеяларымен қызықтырып, қолдау табуға болады. Арыстан. Тамыз айында арыстандарда кейде жалғыздық сезімі туындауы мүмкін. Құпия кездесулер болуы ықтимал. Сонымен бірге сіз бәрін жеделдеткіңіз келеді. Істерде белсенділік танытқыңыз келеді және бұл қанағаттану мен өзіндік маңыздылық сезімін тудырады. Адамдар арыстандарға жақын бола түседі. Олармен бір нәрсені талқылауға, ойларымен, идеялармен бөлісуге ықылас артады. Айдың екінші жартысында қаржыға, тәжірибелік мүдделерге баса назар аудару қажет. Бикеш. Айдың бірінші жартысы бикештер үшін қызықты, бірақ қысқа кездесулермен өтеді. Алайда бұл достық қарым-қатынас үлкен нәрсеге айналуы мүмкін. Тамыздың 20-сына дейін сыртқы белсенділіктің төмендеуі және керісінше өзіне қатысты күрделі ішкі жұмыс жүруі мүмкін. Демалып, өмір жолын қайта қарастыру қажет болады. Содан кейін шығармашылық өрлеу және оптимизм артады. Таразы. Егер таразылар өткен айдың қиындықтарын жеңсе, онда тамыз айында олар өздерінің әлеуметтік жағдайына қанағаттанады. Алайда көзқарастардың айырмашылығына байланысты басқалармен келіспеушіліктер туындауы мүмкін. Таразыны айдың 20-сына дейін ұжымдық іс-шаралар, достармен кездесулер, жаңа таныстар, қызығушылық топтарына қатысу күтуде. Болашаққа көп жоспарлар пайда болады. Ал кейін сыртқы әлемнен жасырын тыныш кезең басталады. Саршаян. Саршаяндар үшін тамыз қоғамдағы жетістік пен үйлесімді қарым-қатынас уақыты. Жалпы белсенділік күнделікті істерді шешуге, жұмысқа, денсаулықты сақтауға бағытталған. Айдың 20-сына дейін кәсіби қызметтегі жағымсыз жағдайлар болуы мүмкін, бірақ шыдамдылық барлық кедергілерді жеңуге көмектеседі. Тамыз айының соңында өз жоспарларын жүзеге асыруға, достармен кездесуге баса назар аударылады. Мерген. Мергендер үшін бұл кезеңде махаббатта қарқындылық, шиеленіс және сексуалды қызығушылық туындайды. Бизнесте үлкен табыс пен сауда-саттық болуы мүмкін, бірақ бұл жерде құмарлық пен өзін-өзі сенімділіктен аулақ болу керек. Тамыздың бірінші жартысында алыстан қызықты ұсыныстар, жұмыстың, жоспарлардың, жобалардың ауысуы күтілуде. Осы мүмкіндіктерді жіберіп алмай, сіз кәсіби қызметтегі беделіңізді мойындатуға және арттыруға күш салыңыз. Тауешкі. Тамыз айында тауешкілер сезімдердің, тәжірибелердің және реніштердің күшеюінен аман қалуы мүмкін. Романтикалық қызығушылықтар негізінен өз-өзіне деген сүйіспеншілікті қанағаттандыру үшін болады.
отбасылық істер сәтті шешілетін болады. Айдың бірінші жартысында тәуекелшілер салық, сақтандыру, қарызды алу немесе төлеу мәселелеріне тап болуы мүмкін. Бірақ бұдан әрі барлығы қолайлы, қызықты ұсыныстар мен мәдени шаралар болады. Су құйғыш. Айдың бірінші жартысында су құйғыш өмірлік ұстанымдардың әлсіреуін, серіктестерге тәуелділіктің жоғарылауын сезеді. Айналасындағылардан көп нәрсені үйрену, байланыс орнату қажеттілігі туындайды. Бірақ ұсыныстар сенімсіз, ал ақпарат алдамшы болуы мүмкін. Тамыздың екінші жартысы қаржылық мәселелер мен қауіпті іс-шаралардың пайда болуына қарамастан жұмысыңыз қанағаттандыратыны сөзсіз. Балықтар. Тамыз айында балықтардың жаңа хоббиге деген қызығушылығы, сексуалдылығы, сән-салтанатқа деген ұмтылысы артуы мүмкін. Бұрын басталған істерді аяқтауға асығу, шығармашылық шоғырлану мен жауапкершілікпен күшейтілу керек. Денсаулығы нашарлап, ауырып қалу ықтималдығы бар. Айдың 20-сынан бастап серіктестік қарым-қатынасқа баса назар аударылады. Бастысы, айналасындағылар мен серіктеске өз пікірін байламау.